Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен заказға жасайтын клубников шоколаденің рецептісімен бөлісемін деп шештім. Осы видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге балғын әдемі құлпынай қажет. Біз оны ағын суда 2-3 қайтара тазалап жуып алуымыз керек. Және де осындай сүлгіге суын ағызып, тазалап сүртіп, салфеткамен артық суының барлығын тазалап сүртіп алуымыз керек. Содан кейін біз оны тоңазытқышқа шамамен 30 минутқа қойып қоятын боламыз. Енді бізге құлпынайға арналған осында бельгийский таза шоколад қажет болады. Бізге бұл кезде молочный шоколадты қолдандық. Бар жоғы 300 грамм шоколадтың 210 граммын бөлек өлшеп аламыз. Одан кейін оның 300 граммның 10%-ын, яғни 90 граммды бөлек өлшеп аламыз да, бірінші өлшегенімізді, яғни көп мөлшерде өлшеген шоколадымызды водяной баняда немесе қысқа толқынды пеште 15 секунд, 15-ке дейін санап, осылай қозғап, араластырып тұрып ерітетін боламыз. Оны араластырып болғаннан кейін тағы да 15 секундқа қоямыз. Сөйтіп шоколадымыз 45 градусқа келгенге дейін пирометрмен өлшеп тұрып ерітетін боламыз. 45 градусқа келгеннен кейін ғана біз қалған шоколадты, яғни 90 грамм шоколадты салып, үстіне осылай тағы да ол шоколадтың ерігенінше жақсылап араластырып, біздің шоколад 30 немесе 31% градусқа жеткенге дейін толық ерітіп, одан кейін ғана осы құлпынайымызды шоколадқа малып алатын боламыз. Дұрыс темперированный шоколад бөлме температурасында өте тез қататындықтан, осылай артық шоколадын қолыңызды сілкіп, ағызып тастап, бетіне посыпкаларын бірден пайдаланғандарыңыз дұрыс болады. Кейін ол қатып қалғаннан кейін оның бетіне ештеңе жабыспайтын болады. Және де оны бірден пайдалану берсеңіз де болады. Және де бұл құлпынайлар тоңазытқышқа 24, шамамен 36 сағат сақтауға болады. Одан артық сақтасаңыз, құлпынайыңыздың суы ағып, айнып кетуі мүмкін. Менің каналыма тіркеліп, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.